Абайлаңыз, алаяқ. Шымкентте жас қыздарды алдап сырғаларын тартып алған азаматша ұсталды. Тәртіп сақшылары соңғы уақытта осындай оқиғаларын жиілеп кеткен айтады. Алаяқ бойжеткен алдап кеткен жас қыздардың бірінің анасы оқиғаны былай деп түсіндіруде. Қызымыз дворда ойнап жүрген, подъезге кіргізіп, алдап сырғасын шешіп алған. Осы факты бойынша тәртіп сақшылары тез арада іздеу жұмыстарын жүргізеді. Нәтижесінде көп ұзамай күдікті азаматша да қолға түсті. Шымкент қалалық еңбекші полиция бөлімінің қызметкерлерінің шұғыл іздестіру шарасында Шымкент қаласы Қазығұрт мөлтек ауданының Д есімді азамат ұсталып жеткізілді. Тергеу барысында жәбірленуші азаматшаның қызы өзін алдап кеткен бойжеткенді бірден таныды. Осы кәмелетке толмаған жәбірленуші, осы аталған тұлғалардың ішіне қайсысын танисыз? Осы кісі ме? Бұның қандай белгілерінен таныдың? Бетінен? Осы кісі ме сізді сол кезде сырғаны салып кеткен? Осы кісі ме? Осы аталған нені болған мән-жайы қалай? Алған рас. Қандай еді? Қай жақын алдыңыз оны сырғасын? Сол подъезде келесі подъезден алған, бірақ бір дом алдап алдым. Тәртіп сақшыларының айтуынша, бұл күдікті азаматшаның әзірше 30-дан аса алаяқтық әрекет жасағаны анықталған. Алған сырғаларының барлығын ол базарда өткізіп келіпті. Кәмелетке толмаған балалардың, қыздардың құлақтарындағы алтын сырғаларын осы Шымкент қаласында орналасқан Самал базары, Айна базары, Әсел, Бекжан базарындағы алтын сауда орындары сатушыларға сатқан. Айғақтар заттар тәркіленіп, барлығы айғақ заттар жәбірленушілерге қайтарылды. Осылайша жәбірленушілерге келген шығынның көлемі 1 миллион теңгеге жуықтайды. Қазіргі таңда сезікті азаматшаның өзге де қылмыстарға қатысы тексерілу үстінде. Себебі тәртіп сақшылары алданған азаматшалардың саны бұдан да көп болуы мүмкін дейді. Шымкент қалалық ішкі істер басқармасының қызметкерлері допинг іс-шарасын жүргізу барысында Шымкенттен күдікті азаматты тұтқындады. Сезіктің жеке басын тінту барысында оның шалбарының оң қалтасынан полиэтилен қалта табылған. Оның ішінен ақшыл сұр түсті есірткі заты шығады. Сот сараптамасы барысында бұл есірткінің салмағы 3 граммнан асатын героин екені анықталған. Қазіргі кезде күдікті азамат қамауда жатыр. Тергеу амалдары жалғасуда.